Теріс таңдау, отрицательная селекция. Сол теріс таңдау туралы бүгін әңгімені қозғағым келеді. Осы күні кеше ғана біз не көрерімізді, не жыларымызды білмедік. Өйткені Атырау облысы әкімінің орынбасары Хаменова ханым тұтқынға алынды парақорлық қауіппен. Өздеріңіз білесіздер, ол Хаменова мырзаны біз осыдан бір 3-4-5 жыл бұрын бәріміз бүкіл елге мәлім болды. Өйткені енді майын ағызып бір жерге кіріп айтпаған сөзі қалмады ол ханымның біздің басшылық туралы. Менімше сол теріс таңдаудың арқасында сондай үлкен лауазымға жеткен ханым. Міне дәреженің куәгері бәріміз болып отырмыз. Керісінше осыдан 2-3 ай бұрын біз ақш президенті Джо Байден мынау банктердің жұмысын реттейтін қызметке, лауазымды қызметке қазақ қызын ұсынғанын естідік. Сәуле Омарова деген. Шынымен әр қазақ, мен қазақпын дейтін азаматшаға бір үлкен бір қошемет болды деп есептеймін. Бірақ та сол 2-3 айдың ішінде мынау сенаттың мүшелері, Американың республикалықтарда, демократтарда кәдімгі әлгі үлкен әйнектерді алып, мақтанышымыз Сәуле Омарованың бүкілі өмір баянын тексерді. Анау Мәскеудегі мемлекеттік университет бітірген кезде сол әлгі дипломдық жұмысына дейін тергеді. Осы теріс емес, сол дұрыс таңдау. И сол лауазымға жете алмаса да біздің қарындасымыз, біздің қара домалағымыз Сәуле Омарова. Бірақ та біз мынау Американың сенатының, жалпы демократияның қандай жұмыс істейтінін, қалай жұмыс істейтінін бәріміз де куәгер болдық. Дәл солай мен ойлаймын, міне Америка осы 500 жылда қандай дәрежеге жеткені, ол кәдімгі саяси бәсекелестіктің арқасында. Міне бір жағында депутаттар бар, демократтар, екінші жағында республикалық партия бар деген сияқты. Қырғын кәдімгі шайқастар болады сол сенаттың ішінде, айғайласады бір-бірмен. Соның нәтижесінде мен де алатын, суырып шығалады азаматтар, азаматшалар. Міне Сәуле Омарова кім? Мысалға Джо Байден ұсынатын шалғайдан, Қазақстаннан кезінде көшіп келген, ол да үлкен мәртебеге, үлкен дәрежеге жетті. Осы 30 жылдың ішінде ең үлкен университеттің профессоры болып істеп жатыр. Өте салмақты деген сияқты. Соның арқасында, өз еңбегінің арқасында осындай дәрежеге жетіп жатыр. ақш-тың президенті сондай лауазымға ұсынып жатыр. Ол менімше кәдімгі әр қазақ үшін үлкен мақтаныш. И керісінше өзіміздің елімізде біз тек қана жағымпаздарды, тек қана өзінің пікірі жоқ, ешқандай дәреже жоқ азаматты, азаматшаларды үлкен лауазымды жұмыстарға ұсынамыз. Нәтижесінде міне осылай Хаменова сияқты біздің ұлы абайымыздың ескерткішіне бөлінген ақшаның 10-нан 1 бөлігін жеп жатыр. Сондықтан бізді өлтіретін осы жағымпаздық.